Менің Аласапыран деген романым болды. 80-ші жылдардың басында. Осы кітап кезінде орыс тіліне аударылып, Москвадан шықты. Сонда Курчаткин деген орыстың үлкен жазушысы, жасым маған тетелес, сол аударып отырып, риза болып мені мақтап отырып былай деді. Жарайды, жақсы жазыпсың. Әдемі жазу қаламгердің шеберлігіне байланысты. Алайда осы айтып отырғаның артық емес пе? Өзіңнің халқыңды жақсы көресің, бірақ артығырақ мақтап жіберіпсің. Қазақ мұндай болған жоқ қой, деді. Сосын мен айттым. Бұрынғы қазақтың қандай екенін қазіргі маған қарап бағалама. Мен қазақтың тозған, шаршаған, азған кезіндегі көрінісі болам. Бабаларым әлдеқайда тәуір болды, дедім. Ол күлді. Сосын айттым. Ал енді бір сұрақ саған. Моңғол шапқыншылығы заманында, тарихтағы татар моңғол шапқыншылығы дейтін уақытта кімнің мәдениеті жоғары болды? Русьтің мәдениеті жоғары болды ма, әлде көшпенділердің, далалықтардың мәдениеті жоғары болды ма, дедім. Сонда ол күлді де айтты. Осындай сұрақ қойдың өзі сөлекет емес пе? Әрине Русьтің мәдениеті жоғары болды. Көшпенділер жабайы болды, деді. Олай болса тоқта, дедім. Мәдениет деген не? Алдымен соған келісіп алайық. Егер мәдениет жазу, сызу болатын болса, онда қазіргі орыс жазуы, кириллица жазуы болгардың Кирилл, Медофей деген монахтардың шығарғаны. Арғы тегі гректің жазуына барып тіреледі. Орыстың өзінің төл жазуы емес, оның өзі кейін орныққан христиан дініне енгеннен кейін. Ал біздің жазуымыз 5-6 ғасырларда әбден қалыптасқан болатын. Арғы заманда айтпағанда. Біздің төл жазуымыздың 1000 жарым жылдық тарихы бар. Онда жазу бізде бұрын болды және жетілген, жақсы болды. Қазіргі қазақтың кириллицаға негізделген жазуынан біздің бұрынғы көне түрік жазуымыз артық болатын. Өз жазуымыз, төл жазуымыз. Ал егер мәдениет деген әдебиет болатын болса, онда Игорь Полька туралы сөз бар. Орыстың үлкен ұлы мұра, шығу төркіні күмәнді айткенмен. 12 ғасырда жасалған моңғол шапқыншылығының қарсаңында делік. Ал бізде одан 5-6 ғасыр бұрын жасалған рухани ескерткіштер сақталған. Тасқа қашалған ерлік жырлары, Күлтегіннің басындағы жазу деп аталады. Тоныкөктің басындағы жазу деп аталады. Білге Қағанның жазуы деп аталады. Әдебиеттің озық үлгісі 7-8 ғасырларда жасалған, тасқа қашалған, күні бүгінге дейін сақталған. Ол кезде бүкіл Еуропада мұндай әдебиеттің үлгісі жоқ. Ал одан соңғы біздің ұлы дастандар, Жүсіп Баласұғын, Құтадғу Білік 1000 жыл бұрын жасалған, тағы толып жатыр. Ал егер мәдениет дегеніміз ғылым мен техника болса, онда ең өткір қылыш, ең берік құрыш кімде болды? Мәскеуде, Қызыл алаңда, тарих музейінің 1-ші қабатында қыпшақ қылышы тұр. Ұзындығы осындай тура 6 қарыс. Қазақ қарыспен өлшейді ғой. Ат үстінен шабатын болған. Жіңішке әдемі қайқы қылыш бұдан 1000 жыл бұрынғы. Ондай қылышты жасау үшін өте жоғары технология болу керек. Металдың химиялық, физикалық құрамын тәжірибе тұрғысында жете білу керек. Ең жақсы сауыт кімде болды? Ең жақсы садақ кімде болды? Ең жақсы жебе кімде болды? Біздің садақшылар садақ тартқан кезде 600 қадам жердегі сауытты бұзатын болған. Ол кездегі жебелер жалпақ, жапырақ жебе қалқып ұшады ауада. Менде сол жебенің бірнеше үлгісі бар, 35 грамм салмағы. Оны тарту үшін сүйекті садақ керек. Жай садақпен тартылмайды. Оны тарту үшін керемет, ғажайып күш керек. Мінекей, егер мәдениет дегеніңіз ғылым болса, онда біздің ғылымымыз жоғары болды, дедім. Мына сендердің қылыштарыңның, жебе мен садақтарының қандай болғандығын біз білеміз, дедім. Ал егер мәдениет дегеніңіз соғыс тәсілі болса, әскери өнер болса, онда 1223 жылы Қалқа өзенінің бойында бүкіл орыс князьдіктерін біріккен 80 000 қолын біздің бабаларымыздың 2-ақ түмен 20 000 әскермен қалай талқандағанын білетін шығарсың. Сонда ол айтты: әй, моңғол татарлар олар қазақ емес, деді. Мен айттым: сол шапқан адамдардың бәрі Керей, Найман, Жалайыр, Қоңырат, Қаңлы, Дулат руларынан құралған еді. Бүгінгі қазақтың негізгі рулары. Ал мына менің руым сол Шыңғыс ханға қуат берген Керей болады, дедім. Яғни қалқада соғысқан менің туған бабам екені күмәнсіз. Мінекей, бұл бір айтылған әңгіме. Қарға тамырлы қазақтың өткенінен бір ғана елес.
Біздің бабаларымыз жарым дүниені биледі бір заманда. Жай ғана қазақпын деп кеудені керу емес, бабаларымыздың үлкен істерін білу керек. Алғаш рет атты үйретіп мінген біздің бабаларымыз, көшпелі түрік тайпалары. Алғаш рет мен сізге айтайын, үзеңгі мен ер тоқымды ойлап тапқан біздің бабаларымыз. Мына ежелгі Римнің тарихын қарасаңыз, Гректің тарихын қарасаңыз, үзеңгі жоқ, ер тоқым жоқ. Аяқтары салақтап, атқа жайдақ мініп жүретін. Үзеңгі ер тоқым дегенді білмеген. Алғаш рет оны көшпенділер ойлап тапқан. Неге Атилла жарым Еуропаны жайпап кетті? Неге ол кезде сіздің бабаларыңыз құдіретті болды? Өйткені атқа мінді. Басқа қол үшін айтпағанда аттың күші қандай? Егер тоқым салынған, үзеңгіге шіреніп отырады, орнықты, сауыт сайманы келісті, әрбір жауынгер темір танк сияқты. Аралары 10 қадамнан шапқан, сонда жау шебін қақырата сөгіп, парша-парша қылып жарып өтетін болған. Кешегі немістердің танк жібергені сияқты.